Сәлем достар, бүгін біз сіздермен қазақтың ұлттық тағамдарының бірі қарын бүрме дайындаймыз. Бұны көп жерлерде бұжы деп те айтады. Қалай аталса да, дәмі ерекше қазақтың ұлттық тағамдарының бірегейі, қонақтарды таң қалдыратын ұлттық тағам десек те болады. Ең алдымен бізге керегі жылқы малының қарыны. Негізі қой малының болмаса сиыр малының да қарыны жарай береді. Ең бірінші қарынды жақсылап тұзды суда жуып алып, бездерінен тазартамыз. Сонан кейін қарынның бір жағын осылай тігіп аламыз. Тіс шұқығышпен қыстырып қойсақ та болады. Мен қарын жарылып кетпеу үшін осылай тігуді жөн көрдім. Тігіп болған қарнымызды осылай оңғаратып аламыз. Енді ішіне салмасын салатын боламыз. Бізде бұл жерде жарты килограмм жылқының еті, 1 дана жуа, 3 дана сарымсақ, 2 дана қызанақ, 1 дана тәтті бұрыш, сәбіз 1 үлкен, картоп 4 дана, татымына қарай тұз және қара бұрыш қосатын боламыз. Достар, қарын бүрмеміз қазанда 2,5-3 сағат қайнайтын болғандықтан көкөністерімізді барынша дәулеу етіп турай береміз видеодағыдай. Қорықпаңыздар, піспей қалады деп, езіліп, жақсы балғым әдемі болып піседі, жұп-жұмсақ болып. Сарымсағымызды, тәтті бұрышымызды және қызанағымызды сол бойы бөлмей салатын боламыз. Татымына қарай тұз, қара бұрышымызды саламыз. Біздің отбасымыз қара бұрышты молынан салғанды ұнататын болғандықтан мен көптеу салдым. Дайын болған етіміз бен көкөністерімізді қарын бүрменің ішіне саламыз.
Мінекей достар, қарын бүрмеміздің үстіне салмасын салдық. Екінші жағында тігіп, мұздай суға, осындай шұңғыл ыдысымызға салатын боламыз. Және 2,5-3 сағатта қайнап пісетін болады. Бастапқыда бір қайнағаннан кейін астын жай отқа қойып қоямыз. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай қамырын салып жатырмын мен жайып. Бұған баршаңыз білетін шығарсыздар, су, ұн және тұз кетеді. Мінекей достар, қарын бүрмеміз 3 сағаттың ішінде қайнап пісіп шықты. Қамырымды осылай салып алдым жайған. Тұздығын себуді де ұмытпаңыздар. Мінекей достар, біздің қарын бүрмеміз дайын. Осылай мен сияқты салмасымен болмаса, қарын бүрменің құр өзін қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қарын бүрмеміз былқылдап пісті. Ыстық күйінде қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Дәмі өте дәмді, тойымды, ерекше дәм. Достар, каналыма тіркеліп, астына пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын.